Шымкент қаласында 7 бірдей биік нүкте бар десек, солардың бірі шаһардың кіре берісіндегі Бәйдібек би даңғылының бойында орналасқан. Қасқыр мен ұры мінездес, екеуде түндаң дейді. Бұлбұл мен гүл мінездес, екеуде күндаң дейді. Бұл әйгілі Бәйдібек Қараша ауылының сөзі. Армысыз көрермен, эфирде Шырайлы шаһар бағдарламасы. Сіздермен бірге Серік Жұмабек. Шымкент қаласының солтүстік беткейінде жалпы аумағы 76,4 гектарды құрайтын қазына этно-тарихи кешен орналасқан. Тарихи және мәдени сауықтыру секілді екі бөліктен тұратын кешеннің құрылысы 2012 жылы басталып, 2015 жылы пайдалануға берілген. Оның алғашқы бөлігінде этно-саябақ, Бәйдібек би ескерткіші, Қазақ хандығына 550 жыл монументі және Ұлы Жібек жолы сәулеттік композициясы орналасқан. Шымкент шаһарына алғаш келген турист саяхатын осы жерден бастаса болады. Өйткені Бәйдібек би ескерткіші орналасқан биікте тұрып, қаланы тамашалау қайталанбас әсер сыйлайды. Айтпақшы, бұл Қазақстандағы ең алып ескерткіш. Оның салмағы 9 тонна, биіктігі 10 метрді құрайды. Бәйдібек би туралы толыққанды ақпарат алу үшін алдымен Шымкент қаласындағы отырар кітапханасына бас сұқтық. Себебі мұнда Бәйдібек би туралы том-том кітап жазған Мұхтар Әуезовтің шәкірті Еркінбек Тұрысов ағамыз бар. 92 жасқа келсе де әлі күнге дейін шығармашылықпен айналысады. Біздің білетін дүниеміз бұл жерде көп болады деп ойлаймын. Ассалаумағалейкум ата. Қалыңыз қалай, денсаулығыңыз қалай? Қалай, саламатсыз жүрсіңдер ме? Аман есен аға. Мен енді қаланың бір ғасырға жоқ тарихын білемін. Бала жастан көзіміз көрді. Ол Бәйдібектің кім болып өткендігі, ежелгі замандардан жалғасып келатқан атадан бала қалған мұра. Ол енді ойдан шығарылған еш нәрсе емес. Бәйдібек ұлы заманда өткен ұлы тұлға. Сондықтан жатқан жерде белгілі. Соны бірнеше мәрте ғимараттар құлап кетсе де қайтадан ұрпақтар қайта орнатып, ең соңғы жағдайға жетті. Шымкентте алдын ала Қаратауға қарай шығатын бұрынғы көшенің жобасы бар еді. Сол көше кеңейтіліп, соған Бәйдібектің есім берілді. Сол есім берілгеннен кейін оған енді Бәйдібектің монументін орнатайық деген пікір туындады. Соны барша жұрт болып қолдады. Сонан қаланың ең биік жерінде Бәйдібек даңғылының бойында Қазақстандағы ең үлкен, ең заңғар ескерткіш орнатылды. Содан бері қарата бүкіл осы қаланың жастары, жас отау құрғандарды барып тағзым етіп, гүл қойып, қаладағы ең үлкен мәдени тарихи орынға айналды. Ұлы тұлғаның өмірі мен өсиеті қашанда үлгі. Шымкент қаласының айрықша әсем сәулеттік құрылысы саналатын нысан кім-кімді болсын қызықтырар сөзсіз. Әсіресе өзге өңірлерден келетін қонақтар үшін мұндай алып мүсінді кім, қалай жасаған деген сұрақ мазалайтын анық. Жобаға бәрі Шымкенттегі сәулетшілер, мүсіншілер, Насыр Рустемов, Альдеков Дәурен дейтін, Сұлтан Ильяев, Абдывахап дейтін жігіттердің бәрі қосылып, сөйтіп бір айдың ішінде бітірдік қой. Биіктігі енді жаңа айтып отырмын ғой, 10 метр болғаннан кейін сыртта істедік далада. Астындағы фундаменті жердің астына 8 метр құйылған. Содан кейін 8 метрден кейін тағы да бір 5 метрде жаңа постаментін жасадық жерден. Оның үшін бәрі тоже бетон. Қаланың аттабыстығын ұмыттыратын бұл жер бейне тау бөктерінде жүргендей сезіндіреді. Бәйдібек би ескерткішінен төмен қарай жүрсеңіз, рухыңызды көтеретін Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған монументті көруіңізге болады. 4 тіреудің тоғысқан жерінде орналасқан шаңырақтың биіктігі 15 метр, ені 30 метр, ал 4 қырлы пирамиданың биіктігі 10 метр, ені 8 метрді алып жатыр. Қазақ хандығының 550 жылдық мерейлі мерекесін орай ашылған монумент ең алдымен азаматтардың, оның ішінде жастардың ұлттық рухы мен тілін құрметтеуге, патриоттық сезімін арттыруға арналған деуге болады.
Бәйдібек би ескерткішін тамашалауға келген қала қонақтар мен туристер тарихи өлкетану музейіне соқпай кетпейді. Бір ғасырлық тарихы бар мұражайдың іргетасы 1920 жылы қаланған. Ал жалпы аумағы 2500 шаршы метрді алып жатқан қазіргі мұражай ғимараты 2014 жылы салынып пайдалануға берілген. Музейде 5 экспозициялық зал бар. Олар палеонтология, археология залы, этнография залы, қазақ хандығы және қазіргі заман залы, тәуелсіз Қазақстан залы және ассамблея залы болып бөлінеді. Музейде бұдан бөлек археология және этнография, қор сақтау, экспозиция, экскурсиялық қызмет және ақпараттандыру сынды бөлімдер жұмыс істейді. Ресми дерек бойынша мұражайға биылғы жылдың өзінде 100 мыңнан астам адам қонаққа келген. Музейде қазіргі таңда 109 мыңнан астам экспонаттар жинақталған. Бұл барлық жәдігерлердің әр қайсысы өзіндік тарихы бар, өзіндік тарихи, мәдени, рухани жағынан орны бар артефактілер деп айтсақ болады. Музейдің қазіргі таңда Шымкент қаласында және де Түркістан облысының аудандарында 8 филиалы орналасқан. Тарихи өлкетану музейіндегі 100 мыңнан астам жәдігердің ішінде көзімізге оттай басылғаны қазақ хандығының соңғы ханы Кенесарының қылышы. 1931 жылы Кенесарының немересі Әзімхан Кенесары осы музейге тапсырған. Қазақстандағы жалғыз түпнұсқа ең құнды жәдігерлердің қатарына жатқызуға болады. Тарихи өлкетану музейінде Қажымұқан Мұңайтпасұлының киіз үйі де сақтаулы. 1930-1935 жылдары жасалған ақбоз үйді атақты балуан көзінің тірісінде 1947 жылы Бекжан Садықбай есімді жолдасына аманаттап кетіпті. Ұрпақтан ұрпаққа жеткен жәдігер 1974 жылы музейге өткізілген. Құнды экспонатты мұражайдың этнография залынан тамашалай аласыз. 1930-1935 жылдары жасалынған Қажымұқан көзінің тірісінде 1947 жылы Бекжан Садықбай деген жолдас баласына табыстаған. 74 жылдан бастап музейдің құнды жәдігерлерінің қатарында тұр. 2014 жылы осы үлкен ғимараты берілісімен осы киіз үй Қажымұқанның қолы тиген талай жақсылар төрге шыққан киіз үй музейдің төрінен орын алып тұрған жайы бар. Аталмыш мұражайда оңтүстік өңірінде өсетін емдік өсімдіктерден бастап 15-18 ғасырларға жататын жәдігерлердің түр-түрі сақтаулы. Тіпті Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан Отырар, Шымкент, Сайрам, Түркістан қалаларынан табылған археологиялық қазба жұмыстары да көпшілік назарына ұсынылған. Археологическая экспозиция музея насчитывает большое количество экспонатов эпохи бронзы, сакского времени. Мұражай қорында қола, сақ және темір дәуіріне жататын жәдігерлер жиналған. Сондай-ақ әлемге әйгілі Отырар қазынасының бұйымдары, күміс теңге, әшекейлері қойылған. Бір сөзбен айтсақ, әр турист өлкетану мұражайында өңірімізде табылған қайталанбас, құнды, тарихи, мәдени бұйымдар туралы біліп те, өз көзімен көре де алады. Мұражайдағы әрбір жәдігерге қарап, өткенмен бүгіннің сабақтастығынан аңғардық. Бір отанда, бір атаның баласындай тату-тәтті ғұмыр кешкен ұлт өкілдерінің бақытты өмірімен тәуелсіз Қазақстанның тағылымда тарихын бағамдадық. Сізге де көрікті мекенді көруді жазсын. Жалпы аумағы 75 гектарды алып жатқан Қазына етна тарихи кешенінен көрген білгеніміз осы. Шығарылымды Бәйдібек бидің керуеннің басы білікті болса, түйе сазбайды, қолбасы білікті болса, сарбаз тозбайды деген аталы сөзімен аяқтаймыз. Бірлігіміз бекем, елдігіміз мәңгі болсын. Бұл Шырайлы шаһар бағдарламасы. Амандықта жолғайық.